Ал біз енді келесі жұмысқа келдік. Бүгін тағы да жұмыс күні. Траншеяға жатырмыз. Кәне жақын көрсетіп жіберейін міне. Жақындардың істеп жатқан жұмыстарына траншеяны көрдіңіздер ме? Осы мынаумен барып, ар жақ топканың ішінен шығады ғой, короче. Комментарий көрсетіп қалай шығады. Мынағастан тас отырып, балқаш қазып жатыр, осы видео ерге қаңырады. Сосын қағып отырмын ертең. Міне. Топырақтың бәріне құйып тастады, короче. Қазір топканың ішімен айналысып жатырмыз, в общем. Бүгін мынаның төбесін жабу керек біз шипырмен. Жұмыс көп бүгін істелетін. Одан кейін фундаменттің сыртын қаптаймыз бүгін алға қалса. Фундаментті де осындай немен пеноплекспен қаптап шығамыз полностью айналдырып тұрып. Осындай жұмыстар болып отыр міне бізде бүгін. Кеп қалдық үй жаққа тағы да. Мына кеше бір кісі терезеңіз кішкентай емес пе деп жазып жүріпті да, мынау теплекс мына жерде астынан кесіледі ғой, ертең іш жағына откос шығарамыз, әлі ішіне откос шыққан жоқ. Поэтому осылай қаптап кетті балқаш әдемілеп. Ертең асты кесіледі. Сосын терезе үлкен, әжептәуір үлкен терезе негізі. Ал достар, міне багаждың артына қандай кірпіш тиеп алдым. Ол ма? Бұл қара айғырдың жұмысқа жарап тұр негізі, Аллаға шүкір. Одан кейін машинаның ішіне де тиеп алдым. 83 штук қызыл кірпіш керек болды. Жігіттерге срочно соны алып келе жатырмын. Үстіге мән бермеңіздер. Өзін тасып өзін тиедім. Сол және одан бөлек жігіттерге перекус. Бірдеңе жиып алайық қарнаш дегеннен кейін жігіттерге перекус алып жатырмын. А так былай беті ужыны барлығы бізден ғой. Сол әрекетке берекет, әйтеуір қолдан келгенше жұмыс істеп жатырмыз, Аллаға шүкір. Бүгін бізде той кешке жақын, сол тойға дейін біраз жұмыс істеп еңбек ету керекпіз. Жаңа кірпішті неге алып келдіңіздер деп отқан шығарсыздар? Міне қараңыздар. Бұл кірпішті топканың астына төседік, чтобы жылы болсын деп, өйткені мынаяқтан су шығып тұр, су қыста қатып қалуы мүмкін. Жалпы асты удобный болсын деп, осылай астын әдемі қызыл кірпішпен, как брусчатка сияқты қылып, четкий қылып төсеп қойдық. Ертең бір жағдай болса, Құдай сақтасын, бір жағдай болып жатса, мына кірпішті аласың да астындағы жұмыстарын жасап, қайтып орнына қоя саласың. Және мынаның төбесін балқаш мынандай әдемілеп жауып берді. Енді мына жерге ортаға свет қоямыз, сонымен топка дайын болады. Ішін Алла қаласа декормен әдемілеп тұр, балқаш істеп беремін деп, декор жасап береді, ішіне әдемілеп. Болды, сонымен кайф болды, топка бітті ғой, сонымен почти Алла қаласа. Мына жерде жаңа қазып еді ғой, білесіздер ма? Жігіттер уже шлангының бәрін ары қарай ішке қарай өткізіп, мынаяқтың бәрін әдемілеп бетін жауып тегістеп қойды. Ой, тегістеп тастайды бұлар. Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Некуда бежать». Не испугалась, конечно, но было обидно и неприятно от того, что мой аккаунт забанили. Но я так рада, что я вернулась. Я знаю, я получила много-много смс-ок. Оказывается, многие заметили, что меня не было. Но я тут. Теперь нужно точно взяться за контент и, пароль какой-то поменять и галочку взять. Неделя закончилась хорошо. Потому что после восстановления Инстаграма я очень сильно обрадовалась, потому что я не хочу такую аудиторию терять. Да, иногда бывает, что на меня сильный хейт идет, но все-таки я знаю, что вы на меня подписаны, потому что вы меня любите. Эрнар Садели меня оставили, сижу, радуюсь цветочком. Впереди выходные. Они что, спят? Жанымки, они когда спят? Они живые, да? Ну да, вроде живые. Но спят. Они еще не двигаются даже. Біздің кезекті Ханзадаға лайықты деп көріп жатқан қатысушымыз Ернар, қайсыз? Қайырлы күн, жақсы, алхамдулилля, өздеріңіз. Өте заряженный болып тұр бұл кісі. Иә. Себебі? Сондай. Себебі қасында хасылы бар. Кеше мен үшін тапит еткеннен кейін жаңа көрдім. Иә, айтпақшы. Кәдімгідей ұрсып дегенде әдемі сөздермен жеткізгім келді, бірақтан екі жан тыңдағысы келмеді, бірақтан да Ханзадаға лайықты ер азаматтардың бірі ол Ернар. Бота. Аделяның ботасына бір қолдау жасып кетіңіздер. Иә, жасып қойыңыздар. Аделя, сіз көмектесіп жүрсіз ба? Иә, көмектесетін боламын алдағы уақытта. Бүгін қаншасыншы орын, номинация алған қалайсыз? 4. Немесе 5. Қалайсыз? Біздегі атмосфера әйтеуір
ауаның өзінде ханзада деген нәрсе болып отыр. Оны айтам, бұлар неге бастарын қатырады, мен әлі таң қаламын. Мында көрермен жазып кетті, Нуни немесе Шерхан деген сияқты. Ханзадаға лайық жан. Әрине, Шерхан. Өзімкін дәлелеп саған. Сіз қаншасыншы болып шыққан қалайсыз? Бүгін жеребьевка болады ғой енді? Бірінші болсам да, 10-шы болсам да, маған разница жоқ. Негізі бірінші болғым келеді, потому что соңында жүретін жігіттер бар бәрі. Бірінші болып бастап, біріншіні алып кетіп сөйтесіз ба? Соғым. Логика сондай енді бұл кісіде. Енді бір қолдауларыңызды жазып кетіңіздер. Және де бүгінгі эфирді жіберіп алмаңыздар. Привет, как вы? Я дома. После эфира немного задержались, дождались, пока наш коллега с доброго утра Андрей приготовит очень вкусную слоенку. Поели и разъехались по домам. Медикальная егісінің результаты шықты. Соны алып жатырмын. И жаңа қояр да қоймай, мен өзім укол сұрап алдым. Жоқ деді, маған антибиотик, дәрі, еш нәрсе бермейші дедім. Сироп. Реально, олардан түк пайда жоқ. Остан бос. Үйдің іші кәдімгідей аптека болды. Үйдің ішінде мыңғырықтары бар. Бәрін пырақтатып беріп жатырмыз. Түк пайда жоқ, жазылып жатқан бала жоқ. Лучше укол салайық. Солай, в общем. Енді баламды түсірім керек, баламның басын түсірім керек. Сосын невропатологқа апарам керек. Екі бала, екі жақтан, в общем. Прикиньте, кәдімгідей мен шашымда вообще ақша жоқ. Осы соңғы 4-5 күннің ішінде кәдімгі ақшаш көбейіп кетті басында. Прям қаптап кетті ақшаш. Представляете?